Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен сіздерге бүгін сабақта қолданатын бір жаңа онлайн тестті көрсетейін. Яғни квиз виннер деп аталады. Яғни сабақта басында немесе сабақтың соңында қолдансаңыздар болады. Негізі кез келген тіркелмей тұрып, ойындарға тіркелмей тұрып, барлықтарыңыз Google аккаунт ашып алу керексіздер. Яғни андай Google аккаунт ашуды бәрі біледі деп ойлаймын. Яғни сонымен тіркеліп кіру оңай болады негізінде. Енді мынандай көз виннер деген теріп Google'a кіреді. Мен бұрын құрастырған ойындарым. Енді жаңа ойын құру үшін мына жерде сделать игру дегенді басады. Мына жерде дайын шаблондар бар. Бұл жерде дайын шаблондарды қолданса да болады, немесе мен өзім дайындап қойған шаблоным бар. Мына жерде осындай шаблон құрдым. Енді сіздерге мынандай таудың басына кім бірінші жетеді деген сияқты сондай мынандай нелер бар, сұрақтар құрастырады. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Яғни бұған тегін версиясында 30 оқушыға дейін қатысуға болады. Яғни енді мына жерге сұрақтарды құрастырамыз. Добавить вопрос деген басады. Бірінші сұрақ. Мен дайындап қойған сұрақтарым бар. Мына жерден көшіріп ала салайын. Енді мына жерге жауаптарын жазамыз. Мына жерге қарап тұрсаңыздар, суретте қоюға болады екен, видео қоюға болады, звук қоюға болады. Енді келесі сұраққа добавить вопрос деген болсаңыз, екінші сұрақ кетеді. Дұрыс жауабын мына жерден белгілеп қоямыз. Келесі мына жерде добавить вопрос деген басамыз қайттан. Үшінші сұраққа келдік. Так, енді мына жерде енді заканчивать дегенді басамыз. Название игры тарих дейді. Тарих 5-ші А сынып деп қойыш. 5-ші А сынып. Дайте описание, сұрақтарға жауап бер деп қойық. Так, категория бұл жерде история дейік. Мына жерде так заканчивать дейміз. Новый деп тұр. Мен қазір құрастырғаным мынау. Енді бұны бастау үшін қалай не аламыз? Яғни начинайте дегенді басасыңдар. Продолжить басамыз. Ана жерде идти дегенді басамыз. Ана жерде код доступа мен ссылка шықты. Енді оқушыларға жіберу үшін ссылканы басып копировать етіп аламыз. Одан кейін WhatsApp-қа жібереміз. Оқушыларға жібереміз. Оқушылар сол ссылканы басып кіретін болады. Мысалға оқушының атынан кіре берейін. Мына жерге атын жазады. Мысалға Ерлан деп қояйын. Қосылып жатыр. Мен мына жақта қабылдағанша осы кіре алмайды. Қазір мен телефоннан да кіретін боламын. Телефоннан кіріп атым. Мына келді ссылка. Ссылканы басам. Мына жерге кімді? Дастан деп қояйын. Нұр деген кіріп кетті уже. Жарайды, Нұр деген деп кетті. Начинайте деген басамыз.
мына жерде Нур деген тұр, и екеуі жарысады. Мысалға сыныпта 20 оқушы болса, 20 оқушының аты шығып тұрады. Яғни мына жерде дұрыс жауап берген сайын 1 саты алдыға жылжып тұратын болады. Мына жақта қаңға. Так. Түсініңіздер, 1 саты алдыға шықты. Одан кейін мына неге қарасаңыздар, посмотреть лидеров дегенде уже Нұр алдыға тұр екен. Результат көретін болсақ, мына қазір результаты таблица түрінде көруге болады. Кім қанша сұраққа дұрыс жауап берді, кім дұрыс жауап бермеді, мына жерде аттарын көрсетсе болады. Енді жауап бере берейік ары қарай. Яғни жалпы осындай ойынның түрі. Төбесіне, яғни мотивация болады. Кім жетеді, ақшаны сол алады деген сияқты бұл. Яғни ойын ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.